Қайырлы күн баршаңызға. Осындай шексіз қазы айналдыруды менімен бірге тамашалаңыздар. Яғни шек бітіп қалған жағдайда немесе шек жетпей қалған жағдайда осындай пищевой пленканы қолданып қазы айналдыруды тамашалаңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Шексіз қазы айналдыруды көрсететін боламын. Бізге міне жылқы малының еті, яғни тұздалған, бір рет бір май аралас. Бізге керекті құралдар міне жіп, қайшы және пищевой пленка. Сол пищевой пленканы ұзын қылдырып жайып аламыз, яғни 1 метрдей қылдырып, қазының ұзындығына байланысты. Қазының көріп тұрғандарыңыздай, бірінші етті бір қабат, одан үстіне майлы қабатын саламыз да, шетінен бастап пищевой пленканы айналдырып орап шығамыз. Сосын ақырында бір шетіне қарай, немесе екі шетіне қарай воздухын, яғни ауасын шығарамыз. Міне осындай қылдырып, жіпті 2 метрдей ұзындығын 2 метрдей қылдырып өлшеп кесіп аламыз. Яғни бұл жерде кәдімгі киім тігетін жіп, бізде жіңішке жіп, оны біз 4 қабат қылдырдық. 4 қабатынан 2 метр шығардық. Ең шетінен буып аламыз да, осылай видеодағыдай етіп түйеміз. Қазының соңына дейін осылай жіппен буып шығамыз, видеода көрсетілгендей етіп. Егер сіздердің жіптеріңіз ортасынан бітіп қалып жатса, мұнда тағы да осылай жіпті 4 қабат қылдырып, жалғап жіберіп, соңына дейін буып жалғастыра береміз. Бұл жерде аяқ киім тігетін қатты жіпті де қолдануға болады. Оны 4 қабаттамайық, сол қатты жіп болғандықтан 1 қабатымен осылай түйе беруге болады. Ең соңын осылайынан түйіп аламыз. Шет-шетін артық жерлерін кесіп тастаймыз. Сол кезде міне осындай қазы пайда болады. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басып өтіңіздер. Рахмет.